бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге құймалы еденді, яғни наливной полды қалай құямыз, қандай әдіс тәсілдері бар және қандай құрал саймандар керектігін сіздерге көрсетеміз. Қолыма ұстап тұрған құралдан бастайын. Бұл бағасы өте арзан, кез келген базардан сатып алсаңыздар болады, құрылыс базарынан. Инелі кірпіш сияқты валик. Осы міндетті түрде керек. Енді бағасы арзан болғандықтан ала салсаңыз артықтық етпейді. Бұл не үшін? Себебі қандай екенін сәлден көрсетеміз. Ал енді ең бастысы мына құймалы еден 25 килограммдық болады. Қағаз қорапта тұрады. Ал енді бұның екі түрі бар: арзандауы және қымбаттауы. Кез келген нәрсе өзі сондай ғой. Өз үйіңізге құятын болғандықтан осы сәл қымбаттауын алсаңыз, ол өте төзімді болады. Ал одан кейін қалақтар болғаны жақсы өзіңіз үшін. Және мынандай грунтовка. Бұл енді тегістегіш деп аталады. Осы керек. Одан кейін миксер деп аталады. Осындай бұрға салып, айналдыруға, араластыруға ыңғайлы зат. Және мынандай валик болған жақсы. Бұл грунтовканы тегістеп жағу үшін. Және мынандай правило тегістеуші құрал. Осы саймамен бүйтіп жазуға да болады. Міне осылар сізде дайын болатын болса, жұмысты бастай беруге болады. Бөлмемізге еденімізді құюымыз керек. Ол үшін ең алдымен бұл бөлмені жақсылап төмпешіктерден, ұсақ майда құм тастардан, ойық жерлерінен тазартуымыз керек. Ол үшін кәдімгі спортқа және осындай қалақ болса, қалақ не үшін қажет? Мына төмпешіктерді, мына қабырғамызды сылаған сылақтың жерге түскен бөлшектері қатып қалған болса, осымен қып тегістеп алуымыз керек. Бөлмемізді сыпырып, төмпешіктерін алып тазалап алдық. Енді біз грунтовка деген сұйықтық бар, немесе бір құтыдағы ПВА-клейін 5 литр суға араластырсаңыз, өте тамаша грунтовка шығады. Ол өте арзан болады, шамамен бір 250-300 теңгенің көлемінде болады. Ал мұнан алатын болсаңыз 1000 теңгенің шамасында бағасы. Арнайы бір ыдыстың қажеті жоқ. Еденге істейтін болғандықтан осыны бисмилля төгейік. Осылай төгіп, мұнымен бұлай жабыстырсақ болады. Міне біз грунтовкамызды толық жағып болдық. Енді сәл кепкенше күте тұруымыз керек. Грунтовкамыз кепті, дегді. Енді мына біздің құйма еденімізді суға араластыруымыз керек. Бірінші ыдысымызға суды құйып алуымыз керек. Ерітіндінің қолданысқа жарамдылығы 30-40 минут. Қоспаның шығыны 18-19 келі 1 шаршы метрге жетеді. Қабаттың қалыңдығы толық тегістеу кезінде бір қабаттағы қалыңдығы 5-50 мм аралығында. Жұмыс температурасы +5 Цельсийдан бастап +25 Цельсийге дейін. Су шығыны 1 килограмм қоспаға 0,2-0,22 литр су қажет. Құрғақ қоспа біртекті консистенцияға дейін жеткізіле отырып, бөлмелік температурадағы таза сумен араластырылады. Араластырып болдық. Енді бұны өз-өзіне келгенше, бойына тартылып дегдігенше бір 5-6 минуттай күте тұрамыз. Одан кейін тағы бір араластырамыз да құямыз. Ал енді кішкене күтейік. Бес алты минуттай қойып қойған едік. Енді тағы бір араластырамыз да құя беруімізге болады. Құймалы еден араластырған кезде 1 килограмм қоспаға 0,2-0,22 литр су қосу керек. Біз енді 25 килограммға 5,5 литр су қостық. Енді бұл сұйық, өте сылдырлаған су емес, қою емес.
құйған кезде өздігінен жазылатындай болу керек еді. Сондай қалыпта. Енді осы шеткі бұрыштан бастаймыз. Шетінен құямыз. Бисмилля. Құймастан бұрын бөлме жайдың шеткері бұрыштарынан бастаған ыңғайлы. Дайындалған ерітінді бірден еденге құйылып, алюминдік рейкамен және жалпақ қалақшамен бір қалыпты жайылады. Бетінде ауа көпіршіктері пайда болмас үшін құйылған қоспаның бетін инелі білікшемен айдап өтеді. Ерітіндінің келесі партиясын алдыңғы құймамен қосу аралығы 20 минут. Мына валиктің пайдасы өте үлкен екен. Араларында жетпей қалған жерлеріне мына кірпі сияқты валигіміз қажет жеріне жеткізуге жәрдемдеседі. Былайша айтқанда, тамаша шыққан сияқты. Барлығы тегіс, қарайтын болсаңыздар, бұрыш-бұрыштарына барлығы келді. Екіп қарасаңыздар тегіс сияқты. Су сияқты сұйық болғандықтан бұл жайылып керекті қажетті жеріне өзі жетіп баратын қасиетке ие. Енді құйылмалы еден деп тамаша айтқан, расында біз еденімізді құйып болдық өз қолымызбен. Негізгі тәртібі бойынша 24 сағатта кебет деп айтылған, бірақ бұны 3-4 күннің аралығында толықтай кебуге мүмкіншілігі бар екен. Себебі қазір күз, күн салқын, үйдің ішіне көп күн түспейді. Есік-терезені ашып қойсаңыз, желдетіп тезірек кебеді. Ал енді бұның үстіне ламинат, немесе паркет, одан бөлек линолеум төсейтін болсаңыздар, 15 күннен кейін ғана төсеуге рұқсат етіледі. Оған дейін толық кепкенше, өз-өзіне келгенше, 10-15 күн шыдай тұруға тура келеді. Біздің қолымыздан келген дүние сіздердің де қолдарыңыздан келері анық. Біз сіздерге осы бағдарлама барысында не қажет, қалай құю керек, нені ескеру керек барлығын айтуға тырыстық. Ал олай болса, іске сәт. Келесі бағдарламамызда тағы бір жұмыстың алаңында жүздескенше аман сау болыңыздар.